Сағыздың зияны туралы білесіз бе? Сағызға таңдау өте көп. Неше түрлі дәмде табуға болады: тәттісі, қышқылы, ащысы, жеміс-жидек дәмдері мен тағы басқа. Күнделікті сағыз шайнау бәріміздің әдетімізге айналғаны рас. Оның пайдасы мен зияны туралы ойламайтынымыз рас. Бір, сағызды шайнап бастағанда шартты рефлекс бойынша асқазанға мидан тамақ келеді, сигнал барып, асқазаннан қышқыл сөл бөлініп бастайды. Бірақ асқазанға ешқандай тамақ бармауынан қышқыл сөл асқазанның кілегей қабатын зақымдап, гастрит, эрозия, жара дамуына әкеледі. Сол себепті сағызды аш қарынға шайнауға болмайды. 2. Америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша сағыз ас қорыту процесін 19-ға жеделдетеді екен. Ендеше сағызды тамақ ішкеннен кейін пайдаланған дұрыс. 3. Құрамындағы химиялық қоспалар мен сағыз шайнау процесі кезінде бөлінетін сілекей тістің эмалын бұзады. Ал шайнау кезіндегі механикалық әсері тіс пломбасын, коронка, мос дегендерді қозғап жібереді. 4. Сағыз шайнап бастағанда алғашқы минуттарда ол ауыз қуысымыздағы миллиондаған микробтарды өзіне жабыстырып алады екен, ал ұзақ уақыт үздіксіз шайнау кезінде сол микробтарды ішімізге жұтып қояды. Сондықтан сағызды 3-5 минуттан артық шайнамаған жөн. 4. Сағыз шайнап бастағанда алғашқы минуттарда ол ауыз қуысымыздағы миллиондаған микробтарды өзіне жабыстырып алады екен, ал ұзақ уақыт үздіксіз шайнау кезінде сол микробтарды ішімізге жұтып қояды. Сондықтан сағызды 3-5 минуттан артық шайнамаған жөн. 5. Сағыз тісті тазаламайды. Ешбір стоматолог тамақ ішкеннен соң сағыз бен ауыз қуысын тазалауға кеңес бермейді. Тіс щеткасы болмай жатса ауыз қуысын ең болмағанда сумен шаюға кеңес береді. 6. Сағыз ауыздағы жағымсыз иісті азайтады, бірақ ол уақытша ғана. Ауыздан шығатын жағымсыз иістің себебін анықтап емдеу қажет. 7. Ғалымдардың пайымдауынша сағыз шайнау кезінде адамдардың ойы шашыраңқы болып, есте сақтау қабілеті төмендейді екен. 8. Сағыздың құрамында зиянды зат бар. Аспартам, тәтті дәм беруші зат, және глутамат, тағамды қоспа, амин қышқылы, бұлардың денсаулыққа, әсіресе дамып келе жатқан миға зиянды әсері көп. Сол себепті жүктілік кезінде және 4 жасқа дейінгі балалар мүлдем пайдаланбағаны жөн. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.